Алдағы уақытта тұрғындар жол сапасын бақылап, оған қатысты пікірлерін білдіре алады. Ал 26 жылы жол саласында жаңа электрондық платформа іске қосылады. Әзірге е-жолдар жобасы пысықталып жатыр. Бұл туралы көлік министрлігінің өкілдері айтты. Бұдан бөлек саланы цифрландыру мәселесі де талқыланды. Әріптесіміз Зұлқарнай Ермұратұлының материалында. Әрине, мұнда саннан гөрі сапа маңыздырақ. Сол үшін инновациялық заманауи әдіс тәсілдерді кеңінен қолданған абзал. Бұл жұмысқа қоғамдық бақылауды күшейту үшін бірыңғай цифрлық платформаны іске қосқан жөн. Онда барлық жолды, соның ішінде қала аумағындағы жолдарды салуға және жөндеуге қатысты ақпарат болуы керек. Бұл мемлекет басшысының осыдан тура 2 ай бұрын берген тапсырмасы. Бүгінде бірыңғай электрондық платформа әзірленіп жатыр. 2026 жылы іске қосылады. Жаңа жобада тұрғындар салаға қатысты барлық сұрақтарына жауап алып қана қоймай, оны бақылауға қатыса алады. Мемлекеттік қызметтерді біз толық цифрлық түрге көшуіміз керек. Қазіргі кезде бізде 98%-ға дейін ол цифрлық түрде көрсетіледі. Бірақ та біз енді оны әрі қарай да жетілдіре береміз. Ол цифрлық құжат болу керек, әрі қарай жаңағы егов мобайлға шығарып, онан кейін барлық процесстерді оңтайландырып, сондай максималды цифрлы түрде көрсететіндегі сондай жұмыстарға жасап жатырмыз. Тас жолдың тез тозуына ауыр техниканың шамадан тыс жүк тиеуде әсер етеді. Цифрлық трансформациялау бұл бағытты да айналып өткен жоқ. Шаһар шетіне сергек принципі бойынша жұмыс істейтін 7 камералық кешен орнатылған. Олар автоматты түрде жүк көлігінің салмағын өлшейді. Датчиктер камералық жаңағыдай аппараттық бағдарламалық комплекс болады. Сол машина өткен кезде сол адамның қатысуынсыз соны қарайды да, соны тексеріп, онан кейін жаңағы сергек сияқты, если жаңағыдай басқа нелер болса, кемшіліктер болса, бұзушылықтар болса, өзіне жаңағыдай штраф келеді. Теміржол саласында да жаңалық көп. Соңғы 3 жылда вагондарды жаңарту процесі ілгерілеп келеді. Қазір Қазақстанда 137 мың вагон тіркелген. Биыл теміржол паркі тағы да жаңартылады. Европа елдерінен де вагондар кіріп жұмысын істей алады, бірақ оған біз шектеу қойып отырмыз, өйткені өзіміздің вагонымыз жеткілікті. Және бүкіл тасымалды өзіміздің вагондармен атқарылып жатыр. Бұдан бөлек теміржол арқылы астық тасымалдау жұмыстары да жіті бақылауда. Қамбаларға биыл 26 миллион тоннадан астам астық жеткізілген. Енді оны төкпей шашпай экспорттау мен тиісті жеріне жеткізу жұмыстары пысықталып жатыр. Зұлқарнай Ермұратұлы, Әділ Нұржанов, Жібек жолы.